Сәлем достар, сіздермен бірге Сара. Мен бүгінгі кулинарный влогыма қош келдіңіздер. Бүгін необычный кулинарный влог болайын деп тұр. Бүгін біз чебуреки пісіреміз. Бала кезімде ол чебуректі мен қатты жақсы көретін. Соны пісіретін боламыз. Мен жұмыртқамды қайнатып қойдым. Енді осындай ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Ұн менде кемел. Кез келген ұн бола береді негізі. Осындай ұнымызды салып аламыз. Мынандай бос бокалымызға тұз, май, сливочный май, яғни пісте майы, тамақ істейтін. Одан кейін қайнаған, прям қайнап тұрған су құямыз. Ақ болу керек. И осыны үш ингредиентті жақсылап араластырамыз. Енді осыны екіге бөліп, сразу емес екіге бөліп, ұнымыздың үстіне құямыз. Сразу қолмен араластырмаймыз, осындай лопаткамен. Себебі ыстық. Мен жұмыртқам пісті, дайын тұр уже. Ыстық болғандықтан бұны аккуратно асықпай құямыз. Және қолмен емес, осылай лопаткамен араластырамыз. Достар, сіздер кухняға кірместен бұрын и кухняның ішінде үш техниканы обязательно сақтауларыңыз керек. Ол осы жасап жатқан тамақтарыңызға тікелей байланысты. Ең алдымен бірінші техника ол орамал. Басыңызда обязательно орамал немесе қалпақ болу керек и шаш шығып тұрмауы тиіс. Екінші техника ол тырнақ. Біріншіден өздеріңізге удобно, ұзын тырнақпен как-то неудобно жұмыс істеген. Ал екіншіден сырт көзге әдемі көрінеді, тырнақ жоқ болса. Үшінші техника ол тікелей қамырға байланысты. Яғни қамыр илеп жатқан кезде, немесе қамырды бастап жатқан кезде обязательно ыдыстарыңыз таза, әдемі болу керек. И плюс қамырды илеп жатқан кезде іші тап-таза, жан-жағын бәрі тап-таза болу керек. Менің қамырым дайын болды. Осындай жұмсақ болып шықты. Бұны пакетке салып, домалақтап жақсылап пакетке салып, 10-15 минут қойып қоямыз. Осындай болды. 10-15 минут пакетке салып қойып қоямыз.